Құрметті оқушылар, сіздерді лицейіміздің әрбір оқушысы қатысуға тиіс 100 кітап бағдарламасы аясында өткізілетін жыл оқырманы байқауына қатысуға шақырамыз. Байқаудың мақсаты мен міндеттері: кітап оқудың маңыздылығын насихаттап, оқушыларды кітап оқуға тарту, кітаптың құндылығын ұғындырып, дәстүрлі оқуды сақтау және дамыту, эстетикалық талғамы бай, ойы зерек, қиялы жүйрік оқушылардың қабілеттерін дамыту. Байқау жыл спикері 2020, жыл блогері 2020 және жыл оқырманы 2020 номинациялар бойынша өткізіледі. Байқау шарттарымен таныса кететін болсақ, жыл спикері 2020 атағын алу үшін оқушы апта сайын өтетін Redix бағдарламасына белсенді қатысып, оқимын парақшасын көп жинауына байланысты анықталады. Оны біз кітапханадағы деңгей бойынша көре аламыз. Жыл блогері 2020 атағын алу үшін оқушы оқыған кітаптарын әлеуметтік желіде жарнамалап, достарымен бөлісіп, сонымен қатар IT-лайсүйім Орал парақшасын белгілеуі қажет. Жыл оқырманы 2020 атағын алу үшін жоғарыда айтылған шарттардың барлығы орындалып, сонымен қатар оқушы сыни пікір және де ой ұштасқан шығармасын жазуы қажет. Қатысушылар 7 және 11 сынып оқушылары. Қорытындылау мерзімі дүниежүзілік кітап күніне орай 23 сәуір күні өткізіледі. Құрметті оқушылар, барлығыңызды байқауға қатысуға шақырамын. Сіздерді қомақты сыйлықтар мен үлкен марапаттар күтіп тұр. Асығайық!